Барлықтарына сәлем, сендермен бірге Амир ағай. Бүгінгі біздің информатика пәнінің екінші сабағына қош келдіңдер. Бірінші сабақта біз сендермен санау жүйелерінің теориясына тоқталып кеттік, және бір-екі ондық санау жүйесінен екілік санау жүйесіндегі сандарды аударуға деген есептерді шығардық. Қазір енді толықтай осы видео практика болады. Енді қараңыздар, құрметті оқушылар. Мысалы, біздің бірінші есебіміз орысша жазылғанына мән бермей қойыңыздар. Қараңыздар, бізде 375 санын ондық санау жүйесіне, оны біз x екілік санау жүйесіне аудару керекпіз. Енді қараңыздар, оқушылар, біз бірінші сабақта өттік, яғни біз ондық санау жүйесінен кез келген екілік болсын, сегіздік немесе 16-лық болсын санау жүйелеріне айналдыру үшін біз берілген санды, ондық санау жүйесіне берілген санды біз сол санға бөлу керекпіз. Мысалы, қараңыздар, бізге қызылмен жазайын. Осы санға, мысалы, осы санды бір n деп алайық. И біз осы санды 375-ті біз осы n-ға бөліп шығу керекпіз. Ол бізде 2 болмасын, 2 болсын, 8 болсын, 16 болсын, бізге без разницы. Осы сан берілген санға бөліп шығу керек. Бірақ ереже бойынша бізде берілген сан обязательно ондық санау жүйесіне болу керек. Енді қараңыздар, осылай жазбай қойып, біз баған ретінде жазсақ болады. Баған ретінде жазсақ болады. 375 санын бөлу керекпіз 2-ге. Мысалы, біз енді кез келген, бірақ бізге ыңғайлы болатындай бізге үлкен сан керек. Мысалы, бізде 187 алайық. 187-ні біз 2-ге бөлсек, бізде 374 шығады. 374 азайтамыз, бізде 1 қалады. Мен айттым ғой, біз қалдығына тиіспейміз, қалдықты қалдырып кетеміз. Мысалы, енді осы жерден қалдықты қалдырып кетіп, 187-ні ары қарай бөле береміз. Яғни, мынаны қайтадан 2-ге бөлеміз. Енді қараңыздар. 187-ті 2-ге бөлсек, бізде 93, ол бізде 186-ны береді. Азайтқанда бізде 1-ге тең болады, қалдығы. 93-ті біз қайттан 2-ге бөлеміз. Мынаны біз қайттан 2-ге бөліп кете береміз. Ең сонда, қазір көресіздер, ең сонда біз айттық теория сабағында, ең сонда бізде бөлінетін сан, біз бөліп жатқан санау жүйесіндегі саннан кіші болмау керек. Кіші болған жағдайда болды, осы жерде біз тоқтаймыз. Енді қараңыздар. 93-ті бөлеміз 2-ге, бізде 46, ол бізде 92. Азайтамыз, 1 қалады. 46-ны тағы 2-ге бөлсек 23, 46-ның өзі. Азайтамыз 0. 23-ті біз 2-ге бөлсек 11. 11-ді 22, азайтқанда 1 қалады. 11-ді тағы 2-ге бөлсек бізде қанша? 5. 10, азайтамыз, 1 шығады. 5-ті қайттан 2-ге бөлеміз 2, азайтқанда 4. Мынау бізде 1-ге тең болады. 2-ні тағы 2-ге бөлсек, ол 1-ден береміз. Азайтқанда бізде қалдығында 1 қалады. Енді қараңыздар. Біз айттық қой, бізде бөлінетін сан, бөліп жатқан санымыздан кіші болмау керек. Осы жерде бізде 1 2-ден кіші. Яғни біз осы жерде болып тоқтаймыз. Енді жауабын жазғанда айттық қой, біз үйреніп алған сол жақтан оң жаққа қарай жауабын жазбаймыз. Біз керісінше оң жақтан апарып, сол жаққа дейін жазу керекпіз. Сонда мынау бізде осы басы болсын, Б. Мынау бізде соңы болсын. Сонда осын бүкілін, осын бүкілін алып, бұлай жазып шығу керекпіз. Сонда бізде жауабын, жауабын мұнда жазайын. Жауап бізде 1, 1,
1 5 1 ya 0 tағы да 3 1. Сонда біз не айтамыз? Шешіміміз 375 ондық санау жүйесіндегі сан осы санға тең. Бірақ осы сан бізде екілік санау жүйесінде. Енді құрметті достар, біз керісінше екілік санау жүйесінен ондық санау жүйесіне аударайық. Мысалы бізге бір сан берсін, қазір айтайын. 1 1 1 0 0 1 0 деген сан болсын. Екілік санау жүйесі. Осыны біз x ондық санау жүйесіне келтіру керекпіз. Енді достар, осы жерде видеоны пауза қойып, өзіңіз шығарған аласыздар. Өздеріңіз шығарып, сосын мен шешіммен бірге теңестіресіздер. Енді біз айтып кеттік, біз осы берілген санның, екілік санау жүйесіндегі берілген санның астына біз оны жіктеп шығамыз. Бірден емес, 0-ден ең соңына дейін сандар ретін жазып шығу керекпіз. Бірақ бізде ол санау реті мына жақтан басталмайды, осы жақтан. Керісінше мына жақтан басталады. Сонда бізде мына жаққа жазамыз, иә. 2-нің емес, просто 0 1 2 3 4 5 6. Енді бұл бізге не береді? Осы қызылмен жазғанымыз бұл біздің қазір қолданатын дәрежелер деп алайық. Енді біздің санау жүйеміз 2 ғой. Яғни бұл сандар бізде 2-нің дәрежесіндегі болатын сандар ғой. Енді біз сонда мысалы 2-нің 6 дәрежесін біз бірақ көбейту керек соны. Біз оны көбейтеміз. Неге біз оны көбейтеміз? Оның үстіндегі санына. Ол мысалы 0 болсын, 1 болсын, 8 санау жүйесін өткенде ол мысалы 5 болуы мүмкін. 16-лық санау жүйесінде өткенде ол мысалы 10 болуы мүмкін, иә. Енді қараңыздар. 2-нің 6 дәрежесі көбейтілген 1. Осы жерде қосу. 2-нің 5 дәрежесі көбейтілген 1. Осылай сөйтіп біз жалғастыра береміз. Қосылған 2-нің 4 дәрежесі көбейтілген 1. Қосылған 2-нің 3 дәрежесі көбейтілген 0. Қосылған 2-нің 2 дәрежесі көбейтілген 0. Қосылған 2-нің 1 дәрежесі көбейтілген 1. Қосамыз, соған 2-нің 0 дәрежесі көбейтілген 0. Енді қараңыздар, уақытымызда құртпай 0-ге көбейтіліп жатқан жерлерімізді сразу 0 дей салайық. 0, 0-ге тең. Мынау бізде 0-ге тең. Өйткені біз бәрібір қандай да сан болсын, оны 0-ге көбейтсек, бізге жауабымызда 0 шығады. Енді қараңыздар, 2-нің 6 дәрежесі бізде ол 2-нің 4 дәрежесі 16, 2-нің 4 дәрежесі 16, 2-нің 5 дәрежесі 32, 2-нің 6 дәрежесі бізде 64 береді. Сонда біз қазір 64 қосылған 32, я, қосылған бізде 16. Так, 0, 0 болады. Қараңыздар, 2-нің 1 дәрежесі бізге 2-ге тең. Қосылған 2. Мынау бізде 0, я. Сонда осыны біз жай қосып шығамыз. Қараңыздар, осымен осыны қоссақ бізде 64 қосып 16 бізде 70, 80 болады. 80 қосамыз 34-ті. Ол бізде сонда 114-ке тең болады. 114 ондық санау жүйесі. Осыны біз керісінше дәлелдеу үшін біз қайттан бірінші мысал ретінде бізде 114 саны шықты ғой. Енді біз 114 санын мына жаққа жасақ, 114 санын ондық санау жүйесінде тексеру үшін, енді біз білеміз ғой, өзіміздің нақты емес біз, 114 санын қайттан x-ін 2 дәрежесіне деп алып көреміз да, осыны қайттан аударып көреміз. И бізде басындағы сан шығады. Сонда біз қайттан жазамыз, 114 бөлінген 2, осылай ары қарай бөліп кете береміз. Сосын сондағы жауабын біз айтқандағыдай керісінше қалдықтарын
10-нан солға дейін жазып шығамыз. Сіздер бүкілін дұрыс жасаңыздар. Сізде 114 санымыз, ондық санау жүйесіндегі 114 санымыз, екілі санау жүйесіндегі 3-1-1-1-0-0-1-0 санына тең болу керек. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Құрметті оқушылар, келесі сабақ біз енді 8-лік және 16-лық санау жүйесін өтетін боламыз. Қош сау болыңдар.